жарайсың. Ал біз әрі қарай жалғастырамыз. Таңғы студия бағдарламасының жұмадағы шығарылымы әрі қарай жалғасады. Достар, студиямызға тағы бір қонағымыз келді. Ендеше қарсы алайық, әнші композитор Ғани Жақсылық. Сезім шіркін бар екен қайда, бұрылғанда күлімдеп тұрдым ғана, көздеріңнен соққан мен амалға. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Дәулетіңіз. Ой, қандай керемет көңіл күймен келдіңіз. Қазақи оюларын бір қарап жүрсің, көрсетсеңші. Керемет. Мынау не белгі? Логотип, Ғажапжан деген. Алды да, арты да. Керемет. Арнайы тапсырыспен тігіліп отыр ғой? Арнайы тапсырыспен тігіліп отыр. Күшті. Өте қуаныштымын Ереген образ. Бізде қуаныштымыз. Бізде қуаныштымыз, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Енді Тамшы деген лақап атыңыз бар? Бар. Неге Тамшы? Негізі... Ормандаршы, тереземді... Оған байланысы жоқ. Бұған енді 91 тобын білесіздер ғой. Әлемнің тікелей қатысы бар деп айтсақ та болады. Күйім әні шығатын кезінде, енді білмеймін, содан ұсыныс болды. Жалпы өзім бұрыннан шығармашылықпен айналсам, эстрада жұлдыздармен жұмыс істеп жасап жүрдік. Ән жазасыз. Сәл қобалжып отырмын енді, айып өтпеңіздер. Алаң болмаңыз. Содан өлеңдер жазатынбыз сол кезде. Мен бір шығарма жазып жатқам, Тамшы деген. Жалпы бір персонаж шығарғымыз келді. Біздің ойымыз бойынша Тамшы деген бір персонаж туды. Тамшы деген персонаж жалпы қысқаша оқиғасын айтып кететін болсақ, бір поэма жазылып жатыр қазір. Өзім жазып жатырмын. Ол поэмада, яғни бір герой ойлап табу керек болды. Біріншіден, ол өлмейтін болу керек. Екіншіден, ол өзіміздің идеологияға жұмыс жасау керек. Үшіншіден, жаңағыдай, тартымды болу керек. Жалпы оқиғасы баста бір ананың көзінен шыққан тамшы болып шығады да, ол әуелеп қалқып келе жатады да, сол тамшы күйінде осы қазақ елінің оқиғасын айтып беретіндей бір персонаж шығарғымыз келді. Вау, сіз кәдімгі тарихи классиктар сияқты толғайын деп тұрсыз ғой? Олай емес, негізі былай болып тұршы. Өте ерекше. Әлі ыңғайсызданып отырмын, шыны керек. Неге? Білмеймін, бірінші рет болып жатыр да, менде былай, енді шынайы болу керек қой, мейлінше. Жалпы поэма ретінде болып келе жатты да, сосын күйім әні жазылатын кезінде әлемге айтам, осындай, Батырхан Батырханға айтам, осындай поэмам бар еді, соны жазып жатыр еді. Неге сен персонажыңның атын әнші ретінде сен неге Тамшы деп атын қоймайсың деді да. Содан алдыңғы жылы бір альбом шығардым, іздеймін деген. Лақап атын Тамшы деп шығардым, Ғани Жақсылық демей. Енді жалпы Тамшы дегеннің мағынасы енді үлкен, бізге дейінде үлкен мұхиттар, осы мәдениет саласына еңбек сіңіріп келе жатыр ғой. Үлкен тұлғаларымыз бар, Абай бар. Тамшы болса да бір үлесімді қосайын дейсіз ғой. Дәл. Ай, қалай керемет. Бір тамшыдай болса да үлесімді қоссам екен деген ниетпен болды. Сол үшін Тамшы деп аталды. Бір жағынан Тамшы деген уже локально, қалай болса да бір есте қалатындай дегендей болды жан-жақта. Қазіргі уақытта заңға түзетулер енгізілді. Ол туралы естіген шығарсыз, енді фонограммамен ән айтуға тыйым салынды. Жалпы бұл жайлы пікіріңіз қандай? Өте жақсы, әрине. Негізі мен өзім қазір Алатау Сити деген қала ашылып жатыр ғой, естіген шығарсыздар, Қонаев пен Алматының ортасында. Сол жақта енді әуелі қала құрылған кезінде ғылым, технология бәрінен бұрын бірінші керекті нәрсе мәдениет екен. Өйткені мәдениет бар жерде ғылым да бар, өркениет те бар. Сол қаланың мәдениетін көтеруге, үлес қосуға қалай қарайсың деген ұсыныс түскен. Ол ұсынысты әрине қабыл алдым. Тамаша. Соны қабыл алып, қазір сол жағында жұмыс жасап жатырмын. Енді бұны айтып келе жатқан жағдайым, получается, жаңағы творчество бәрі не айтып отыр едім, ұмытып қалдым ғой. Жоқ, жаңа қалаға, Алатау Ситиге сіз өзіңіздің өнерге үлесін қосып жатырсыз. Үлесін қосу жағында
сіздің сұрағыңыз қандай болды? әлі Не бойынша? Фонограмма. Фонограмма, иә, сол енді бит келген кезінде біз о жақта жаңа халықпен жұмыс жасап жатқан кезде тірілей музыка айту ол бөлек та, энергетика бөлісу деген сияқты. Әрине, егер залдың оборудованиясы, акустикасы позволять етіп тұрса, ол кезде тірілей айтқан әрине әдемі, жақсы, халықпен байланысқа да керемет. Демек қолдайсыз ғой бір сөзбен айтқанда? Қолдаймын. Екі қолда қолдаймын. Енді егер де ондай мүмкіндік болмаған жағдайда, әрине андай эстетикалық ләззат алу үшін халыққа бірінші кезекте ол музыканың әсері өте көп қой. Соны жеткілікті беру үшін кей кезде фонограмма қолданғанның өзінің орны да бар. Қолданған жөнді қолданатын жерлер де болады. Бірақ мен ойлаймын, енді осы заңды қазір енгізіп отыр. Демек, барлық кез келген сахнаны сол жаңды дауысты айта алатындай сондай бір деңгейге жеткізеді деген ойдамын. Әрине, біз де соған үміттенеміз. Енді қазір Құдайға шүкір ғаламдық жаңағыдай товар оборот дейміз ғой, енді былай айтқанда бәрі дамып тұр ғой. Қазір қаласаң кез келген дүниені бір апта, екі аптада қандай сападағы, қандай ауқымдағы дүние болмасын жеткізіп алуға мүмкіндік бар да. Сондықтан ойлаймын, қазір енді бүкіл залдарды да, бүкіл мереке өтетін орындарды да қамтуға мүмкіндік бар деп ойлаймын. Сондықтан да осы жаңа мүмкіндікті пайдаланып, сондай заң шығып жатқан өз кезегімен орындалып жатқан дүние деп ойлаймын енді. Күшті, керемет. Мен жаман алаңдап кеттім ғой. Алаңдамаңыз? Ғани мырза, еш уайымдамаңыз. Жай әңгіме айтып отқан сияқты отыра беріңіз. Ғани мырза, айтыңызшы, енді сіз композиторсыз, ән жазасыз. Қай әншілермен жұмыс жасадыңыз, жасап жатырсыз? Енді жалпы қазір жаңағы Алатау қаласына тағы бір тоқталып кетейікші. Енді қазір сол бізге актуальны болып тұр да, өйткені бір жұмысқа кірсең, енді жан таңымен кірісу керек қой. Енді мен бір өзім шамам келмейтінін білдім, сөйттім да. Ағаларымызға обращаться еттім. Мен Асқар Тауда ағаларымыз бар ғой. Роман Майғазиев, Еркін Мәулен, сол мәдениетіне үлес қосуына шақырдым да. Не дегенмен тәжірибе көп қой оларда. Енді сол кісілермен тығыз жұмыс жасаймын. Ырысбек Аташ, Нұржан Керменбаев. Енді өзім сөздерін жазғам әндеріне деген сияқты. Сондай кісілермен жалпы барлығымен араласамыз ғой. Жасап жатыр. Негізгі менің сіздерге және енді мен кез келген мүмкіндікті қазір пайдаланып жатырмын, шыны керек. Осы мүмкіндікті пайдаланып не істейін деп жатырсыз? Бүйтейін дегенмін. Кеше, осы күні кеше 24 сағат бойы мен енді TikTokта стримда өттім, ойлаңызшы. 24 сағат бойы стримда отырамын деп сондай хабарландыру жасадым да. Негізі қиын екен. Қатты ауыр жүкті алып қойыппын да. Ол біз мынау 1 сағат, 2 сағаттық эфирдің өзіне кәдімгідей шаршап қаламыз. 24 деген. Мен сол енді құласаң нардан құла дейді ғой қазақ. Сонымен болды ма? Болдым. Қалай өткіздіңіз? Мен қазір Сен және мен деген ән шығарып жатырмын жаңадан. Сол әнді насихаттау мақсатымен 24 сағат стримға кіріп, енді мүмкіндік қой дедім да, мен өзім былай енді таныс үлкен медийный адамдар да бар ғой. Өтініш айтуға білмеймін, бір өзіміздің тәрбие ма, не ұяласың үшін қысқасы. Одан өз еңбегіммен шығайыншы деген сияқты. Бірақ осындай мүмкіндік болды ма, міндетті түрде пайдалану керек сияқты. Пайдаланбасам қазір кінә болатын сияқты ағайын. Енді мен мынандай челлендж жасап жатырмын да, жаңа Сен және мен әніне. Жалпы әнге тоқталып кететін болсам, ол шынайы ән, өмірде болған оқиға. Бүгін тыңдаймыз оны қазір. Бүгін бұйырса сіздерге айтып берем, камера қай жағына қарап берем. Бәріне айтып. Жан-жақтан бәрі көріп отыр сізді. Сондықтан ол әнді бүгін айтамын, бірақ ол әннің оқиғасын айтып кетейінші. Өте қызық ше. Кәдімгі өмірде болған оқиға? Өмірде болған оқиға. Ол қыз қазір осы эфирді қарап отыр. Ең қызығы. Негізі Түркияда оқитын қыз екен. Сол TikTok желісінде бір үйленем деп өлең жазайым. Енді өлең жазып қоятыным бар. Сол өлең жазып пост алғанмын. Сол постыма реакция білдіреді. Сол реакция білдіруден ары қарай байланысып сөйлесіп кеттік. Сөйлесіп кеттік та енді әңгімеміз өте керемет жарасып кетті. Енді сөйтіп бір жылдай араластық. Араласып келе жатып, бірақ әлі күнге дейін ол қыздың менде номері жоқ, ойлаңызшы. Тек қана TikTok-тен ба? TikTok-пен сөйлесіп, әлі күнге дейін номері жоқ, бірақ ананың өзі, мәмілеміздің өзі сезімді ашып беруге бір құдірет па,
шамасы жетті. Сөйтеді да мен ол қызға өлең арнаймын. Былай болады, танысқан кезде әуелі ол мен сөз бермей жатқан жоқ. Жоқ, қызық болады. Тізгін сізде. Сонымен неме аяқталады екен деп. Былай болады, жаңағыдай ол қызбен сөйлесіп бастаймын, сөйтсем менен 11 жас кіші екен. Сөйтіп қалдым да. Нешеде қазір? 18-ден асырмай тұр? Жоқ, кәмелет жасқа толған, просто өзім түрім жас көрінеді, түр қоттай үйреді ағайын. Сонымен? Сөйтеді да, 11 жас кіші екен, содан кейін бір аға деп сөйлеп бастады. Ағасы несі қалай өп кетті дедім да, бір кезде енді ол қызға поэзия ұнайды екен. Енді мен өлеңдеріме назар салып, сөйтіп байланып тұр ғой. Сосын тұрамда бұған енді мен өлеңмен қайтарып алайын дедім да. Сол баста былай басталды. Теңіз емес ертетін қарамызды, қанша жерден болса да асатызды, қансыратып жүректегі жарамызды, 11 жас алшақ қылды арамызды. Тұнжыратып қойдыңыз ғой ағаңызды, санға байлап саф алтын санаңызды. Менің де көңіл күйім қайдан болсын. Санға қарап берген соң бағамызды деп, содан тәубесіне келіп. Содан тәубесіне келіп, ары қарай тіл байласып кеткеніміз бар енді. Сөйтіп, ол қыз Түркияда оқиды екен. Қашан оқуын бітіреді? Енді ұзақ па әлі? Ауырлау оқиға болып тұр негізі, о жағын айтпай-ақ қойышты, өткен жүрегіне қатты батады. Оказывается, ол кісі о жақта оқыған екен, бірақ қазір о жақта оқып жатқан жоқ. Бір енді адамның басына салмасын, енді мен ол туралы айта алмаймын енді. Батып кетеді да. Бірақ сол қызға мен бір ниет қылып ән арнадым, сен және мен. Ең бастысы осындай сезімнен осындай әдемі ән туды. Әдемі ән туды. Және де осы әнге мен енді челлендж ойлап таптым. Осы челленджді қайталасаңыздар болады, қолдарыңыздан келіп жатса. Яғни қайырмасына мынадай болады. Істей берейін ба? Сені және мен, сезімнің қос қанаты, сені және мен, Стамбул мен Алматы, сені және мен, жүрміз алыс жырақтап, санамда жүр, шешілмеген сұрақтар. Тамаша. Керемет челлендж болсын. Қымбатты көрермен, дәл қазір біз жарнама кезек береміз, одан кейін сен және мен атты әнді бірге тыңдаймыз. Қандай ғажап сезім құшып телефонмен тілдескен. Айналайын ақынау, өлеріңе ғашықпын. Деп едің сен тез жетіңіз көрісуге асықпын. Сені және мен, сезімнің қос қанаты, сені және мен, Стамбул мен Алматы, сені және мен, жүрміз алыс жырақта, санамда жүр, шешілмеген сұрақтар. Ұшып қонсам егерде, дереу саған жетем бе, бір көргеннен ғашық болып бақытты болып кетем бе. Бас айналып бақыттан, шабыт сыйлап әрбір таң, тағдырдың күтудеміз тосын сыйын жасырған. Сені және мен, сезімнің қос қанаты, сені және мен, Стамбул мен Алматы, сені және мен, жүрміз алыс жырақта, санамда жүр, шешілмеген сұрақтар. Сен және мен, сезімнің қос қанаты,
шешілмеген сұрақтар. Таңғы студияда тамшы. Мұқты. Қандай керемет ән. Не деген? Алдағы уақытта шығармашылық табыстар тілейміз, құрметті достар. Ана қыздың орнында болсам, мынандай ән маған арнап жатса, Түркиядан ұшып қайтып келетін келетін ғой бірден. Алматыға қарай жалғастыратын ек қой. Әннің бәрі. Осындай керемет әніңіз жүректерді жақындастыра берсін. Енді қазақ өнеріне қосқан үлесіңіз тамшы болып басталып жатса, ертең теңіздей болсын. Ай, бәрекелді. Үлкен жетістікке жете беріңіздер, қымбатты көрермен. Баршаларыңыз көп рахмет. Біз сіздермен қоштасамыз. 2 күн демалыстан кейін сіздермен дүйсенбіде қайта көріскенше. Қош бол сәулем көргенше, қайта айналып келгенше, уәдеңе беріп ол мен сендікпін.